Бәріне қайырлы кеш. Бүгін мен акушерлік гинекология бөлімінде қарқынды терапияда түнгі кезекшіліктемін. Бұл жерде кешкі 5-тен таңғы 8-ге дейін кезекшілік жасалынады. Қарқынды терапия бөлімінде қазір адам аз, сондықтан 3 адам жатыр. Азанда КТГ жасаймыз және де қан аламыз бұл жерде. Түсіретін болсам, қазір мынау біздің документтер тұратын жер. Бұл жерде интерндер керек документтерді толтырып береді. Ал бұл бөлмесі, қарқынды терапияның бөлмесі. Ішінде барлығы бар. Өмірге керек қажет болып қалады деген заттардың барлығы осы жерде бар. Және де ішінде кнопкалар бар өзінің. Мынада өзінің бағана қан қысымы, сатурациясы барлығы осында көрініп тұрады. Егер науқас құлайтын болатын болса, осыны іліп қояды. Яғни құлап қалу қаупі жоғары науқас деп. Одан кейін мына үстіндегі оттегі қоятындар, ауа беретіндер, мынау бағанағыдай біздің лотоктар. Одан кейін шақыру кнопкасы. Яғни науқастарға жедел жағдай қажет болған кезде осыны шақырады. Енді екінші бетінде бұл жерде тамақ жейтін столы или болмаса документтерін қойып қояды. Бұл жерден біз КТГ жасайды. Тікелей науқасты басқа жерге апармай, әр 5 бөлме болса, 5-еуінде осындай қарқынды КТГ жасайды. Яғни бұл жерлерде 2 аппараты болады, біреуі көк, біреуі ашық қызыл. Яғни бұл баланың жүрек соғысын естиді, қалыпта ма жоқ па, соның барлығын көретін болып келеді. Енді қан алатын жерді көрсетейін. Дәл осындай бөлмелер бар, арғы жақта да бар. Бұл жерде столда, мына жерге ине тастайды, маскалер, там стакандары, перчатка мынаған кесе болады, или мынаған кесе болады. Йод, мына жерде антисептик, спирт ретінде қолданылады. Температура өлшейтін термометр, және мына жерде осындай заттар болады. Яғни көретін өзінің арнайы заттары. Ұрық көпіршігін жаруға арналған деп қойған. Мына жерде бағана КТГ-нің аппараттары. Ашылмайды ғой. Және астында осындай бір рет қолдануға арналған банттар, оның барлығы да стерильные. Және бұл жерде мұны біздікі сияқты емес, туалеттері де одноразовый. Осыны қолданады да тастайды. Және астында дәрі-дәрмектер. Ары қарай бізде докторлар одасы, яғни докторлардың бөлмесі бөлек, одан кейін медсестралардың бөлмесі бөлек, тамақ жейтін жері бөлек, солай жалғасқан. Мына жерде мысалы интерндер отырады. Және интерндердің өзіне арналған шкафы да бар. Көреміз, азанға мына түрден қалама қалмайма, уже шаршап жатырмыз ғой. Бұл жерде кешкі тамақ береді. Таңғы тамаққа үлгерсең, таңғы тамақты да барлығын береді. Жалпы жағдай жақсы жасалынған.